Қараңыздар, егерде сіздер істету білмейтін болсаңыздар, осы видеоны көріп алыңыздар. Ең алдымен өзімізге керекті ньютонды қою үшін астындағы резьбаны босатамыз. Одан кейін мына держақтан ұстаймыз да өзімізге қажетті ньютон метрді қойып аламыз. Мысалы, маған қараңыздар, 28, иә, нөлге апарамыз, 28-ге турлап қоямыз да, и астына обратно қатырып қоямыз. Жақсылап қатырып қоямыз. Енді қараңыздар. Хоп, кіргіземіз. Міне, тықылдап. Мына жер көрініп отыр ғой, ойнап отқаны. Осылай тықылдайды да, ойнайды. Яғни өзімізге қажетті ньютонометрге жеттік деп. Енді сіздерге разницасын көрсету үшін, міне, осы жерден шығармайым. Мен обратно босатам. Босатам да, енді міне, қараңыздар. Босатып аламын да, мынаны қатырам. Енді 4-2 апарам. 4-2. 0-ді қоямыз. 4-2 болды. Обратно қатырып қоямыз да, и қатырамыз. Жаңа бізде осы жерде тоқтаған кезде тықылдаған, енді тықылдамайды бұл. Міне. Тықылдаған жоқ, кетіп отыр ары қарай. Міне. Бір резіп айналдырдық. Тықылдады. Өзімізге керекті жеттік деп. Одан ары қарай қатыруға болмайды. И обратно мынаны босатып, мынаны баяғы қалпына келтіріп қоямыз. Өйткені мынаның ішінде пружина бар. Уақыт өте келе олар созылып кетуі мүмкін. Сондықтан аккуратно қолданамыз осыларды. До конца босатып қоямыз, мынаны қатырамыз. Все.